Бүгінгі ауызашарға арналған осындай өте дәмді жұмсақ гүлсамса дайындайтын боламыз. Арасына май жағып, қамыр жайып отырудың қажеті жоқ. Қамыры тез дайын болады. Алдымен қамырын дайындап алайық. Ұнның үстіне салқын морозильниктен шыққан майымызды осылай теркіден өткізіп аламыз. Барлығын осылай араластырып, жақсылап крошка жасап аламыз. Көтерілу үшін ас содасының үстіне 1 шай қасықтай уксус құйып аламыз. Барлығын осылай араластырып аламыз жақсылап. Бізге 15%-дық немесе 20%-дық кез келген қаймақ қажет болады. Осы гаситетіп алған ас содамызды қаймақтың үстіне салып, 1 дана жұмыртқа салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Күтіп дайындап қойған құрғақ қоспамыздың үстіне ортасын ашып, осы массамызды құятын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Әрі илеуге де өте әдемі қамыр шығады. Қамырымыз дайын болғаннан кейін пакетке салып холодильникке 30 минутқа қоямыз. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Бізге тартылған ет қажет болады 200 граммдай. Оның үстіне 1,5 көлемдей пиязды турап саламыз. Бізге 1 дана картоп қажет болады. Картопты де осылай көбіктеп жақсылап турап аламыз. Үстіне саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып шығамыз және 2 ас қасықтай сұйық май құямыз. Барлығын қолымызбен жақсылап араластырамыз. Салатын салмамызды бөлек алып қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Пакеттен шығарып, осындай 40 граммнан барлығын бөліп шығамыз. Таразыға салып өлшеп алғанымыз жақсы. Барлығы бірдей болып шығады және осындай қолымызбенен алақанымызға салып, дөңгелектеп осындай шариктер жасаймыз. Ал енді гүлсамсамызды жасап бастайық. Шеттен алып, аздап ұн себеміз. Оқтауменен осылай орташа етіп жайып, қатты жұқа қылып қажет емес. Ортасын пышақпенен кесіп, бір жақ шетіне салмасын саламыз. Осылай көріп тұрғаныңыздай 3 рет ораймыз. Сосын барып, астын жақсылап барлығын жабыстырып шығамыз. Ашылмайтындай етіп жабыстырамыз. Одан кейін тағы да барлығын бір жерге біріктіреміз. Бізде осындай болып шықты. Келесі тағы да көрсетіп жіберейін. Аздап ұн сеуіп, осылай қамырымызды жайып аламыз орташа көлемде. Бір шетін ортасын жайлап кесіп пышақпенен, бір шетіне қарай салмасын саламыз. 3 рет ораймыз. Астын жақсылап ашылып кетпейтіндей етіп жабыстырып шығамыз. Жабыстырған жерін барлығын бір жерге жинап, осындай бізде гүлсамса шығады. Осындай пергамент қағазға барлығын қойып шығамыз. Жұмыртқаның сарысыменен біраз қасық сүт құйып, барлығына жағып шығамыз. Қалауынша бетіне ақ күнжіт немесе қара күнжіт сепсеңіздер болады. Осы кезде міндетті түрде пешті қыздырып қойғанымыз жақсы. 190 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, уақытыңызды алмайды. Тез дайын болатын самсаның бірі. Қонақ шақырған кезде де дастарханыңызға әдемі болып тұрады. Ұнаса, жасалу жолы сіздерге лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.